Оңай әрі тез жасалынатын десерт, керек өнімдер описанияда жазылған. Видеоны соңына дейін көріңіз. Оған керек өнімдер 200-250 грамм печенье, қайнатпалы крем, 100 мг сүт және 100 мг шоколадный ганаш. Ең алдымен сүтімізді үлкенірек ыдысқа құйып аламыз да, оған печеньяны екі жағымен матырып, біздің формаға тізіп шығамыз. Келесі қабатына қайнатпалы кремді бір қабат қып үстіне жағып шығамыз. Қайнатпалы кремнің қалай жасалуын сіздерге жоғарыда подсказка қалдырып кетемін. Сол сілтеме арқылы кіріп көрсеңіз болады. Енді пищевой пленкамен десерттің бетін контакт жабыстырып жабамыз да тоңазытқышқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін тоңазытқыштан алып шықтым. Шоколадты ганашты сілтемесін жоғарыда қалдырып кетем. Подсказканы басып, қалай жасайтынын білсеңіз болады. Енді 100 мг шоколадты ганашты осы десерттің бетіне құямын. Десертті тоңазытқышқа 1 сағатқа суығанша қойып қоямын. Міне біздің десерт тоңазытқышта кемінде 1 сағаттай тұрды. Бетіндегі шоколадный ганашы глазурь қатты. Оңай әрі тез жасалынады, өте дәмді және әдемі көрінеді. Шоколадының өзі қандай керемет. Қандай керемет, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сізде дайындап көріңіздер. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.